Сәлем оқырман, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Салтанат. Біз бүгін өте дәруменге мол салаттардың бірі, қазіргі 2025-тің хит салаты гюзель салатын дайындайтын боламыз. Бізге алдымен қызылша қажет болады. Қызылшаларды осындай жұқалап, әдемі қылып турап аласыздар. Және осы туралған қызылшаның 4 қана бөлігін аласыздар да, арасына осындай қылып творожный сырды жағып шығасыздар. Творожный сырымыз холодильниктен алдын ала шығарылып тұру керек, себебі осындай қылып еріп тұрған кезде әдемі болып жағылатын болады. Осы қызылшаны жағып болғаннан кейін тағы да 10 минутқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Достар, енді біз шөптерді дайындауға кірісеміз. Маған қазіргі таңда кез келген шөп түрін пайдалануға болады, алайда менде дәл қазір руккола мен салат жапырағынан ғана жасайтын боламын. Осы шөптерді турап алсаңыздар немесе қолмен үзіп салсаңыздар да болады. Барлығын турап кесіп, салат жасайтын ыдысымызға салып орналастырып аламыз. Шөптердің арасын ашып, қолмен араластырып жібереміз және оның үстіне лимон суын, яғни лимон сығындысын қоссаңыздар болады. Және оның үстіне зәйтүн майы немесе кез келген сұйық майды қосып, жақсылап араластырасыздар. Және осылардың барлығын жасап болғаннан кейін салаттың тәлкісіне орналастырып салып қоясыздар. Кішкене көтеріп, өсіп қолмен көтеріп жіберсеңіздер болады, әдемі болып көріну үшін. Енді оның бетіне әсемдеп қою үшін осындай апельсиндерді видеодағыдай кесіп, турап алып салып қоясыздар. Міне осындай қылып, видеодағыдай қылып апельсиндерді орналастырсаңыздар болады. Өте әдемі болып көрінеді. Кәдімгі светі дейтін көктемгі кәдімгі 25-тің хит салаты деп айтуға болады. Енді манағы қызылшаны да тоңазытқыштан шығарып алып, осындай қылып бөліктерге бөліп кесіп аласыздар. Шақты қатты басып кеспей, жаймен ақырын кессеңіздер болады. Әйтпесе бұл езіліп кетуі мүмкін. Міне осындай әдемі болып шықты. Енді барлығын осылай қылып, видеодағыдай қылып салатымызға орналастырып қоямыз. Бетін әсемдеу үшін гранатты пайдаландық және унагиді де пайдаландым. Унагиді енді көбіне суши жасайтындар пайдаланады ғой. Қазіргі таңда мен салаттарға пайдаланамын, себебі әдемі сән беріп тұрады. Салатымыз енді дайын болды. Өте керемет дәмді салат болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.